Сәлеметсіңдер ме, құрметті білімгерлер? Менің есімім Табыс Ақерке Бейбітқызы, қазақ тілі және әдебиет пәнінің оқытушысымын. Қол бастау қиын ба, әлде жол бастау қиын ба, әлде сөз бастау қиын ба деп, Досбол биден бірде ел арасында қара халық сұраған екен. Сонда Досбол би былай деп жауап беріпті: қол бастау қиын емес, егерде көк найзалы елің болса, жол бастау қиын емес, артынан ерген елің болса, ең қиыны мұндағы шаршы топта сөз бастау. Тауып айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады деп жауап беріпті. Сол сияқты бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз, құрметті білімгерлер, шешендік сөздердің зерттеу тарихы мен дамуы. Сіздің білетініңіз, шешендік сөздердің зерттелу туралы мәлімет, сөйлем мен мәтінде жақшаның қойылуы, сіздің осы сабақта меңгеретініңіз, мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу және сөйлем мен мәтінде жақшаның қойылуы. Жаңа сабақты өтпес бұрын мәтін алды тапсырмамызды орындап алайық. Бірінші, мәтінді тыңдап, негізгі ойды анықтаймыз. Екінші, мәліметтер мен пікірлерді өңдейміз. Үшінші, көтерілген мәселеге баға береміз. Шешендік сөз немесе шешендік өнер ежелгі Грекия мен Рим заманынан бермен қарай көптеген халықтардың мәдени, рухани, өмір тіршілігіндегі өнердің бір түрі. Шешендік сөздер ағып тұрған поэзия, тұнып тұрған философия, ақ өлеңмен өрілген сөз тұнығы. Сырлы теңеу, астарлы сын, жинақы ой, жұмбақты меңзеу, қисынды толғам, тылсымды талай. Бәрі тіл құдіретінің, пікір түйіндігінің, таңғажайып ой толғағының әмбебап туындысы. Қазақ ауыз әдебиетінің ерекше бір жанры шешендік өнер. Халқымыздың даналығының үлгісі шешендік сөздер ғасырлар бойы халық сынынан ерекшеленіп өткен құнды мұра, асыл қазына. Қазақтың шешендік сөздерін өзге жұрттың атақты адамдары, ғалымдары жоғары бағалаған. Шешендік сөздер нұсқаларын анықтаған академик Радлов зерттеп жинаған болатын. Ол қазақтарды мүдірмей, кідірмей, ерекше екпінмен сөйлейді, ойын дәл, айқын ұғындырады. Ауыз екі сөйлеп отырғанның өзінде сөйлеген сөздері ұқсаспен, ырғақпен келетіндігі соншалық бейне бір өлең екен деп таңғаласын деп көрсете отырып, әсіресе қазақ тілінің тазалығы мен табиғилығын дұрыс аңғарып, қазақтардың сөзге тапқырлығы мен шешендігін өзіне ерекше әсер еткенін жазған болатын. Сондай-ақ қазақтың шешендік, тапқырлық, нақыл сөздерін жинап жариялағандардың бірі Ыбырай Алтынсарин. Ол халық даналығын жасөспірімдерді тапқырлыққа, өткірлікке, адамгершілікке баулайтындарын тәрбие құралы екенін жете танып, өз еңбектерінде орнымен енгізіп пайдалана білді. Шешендік сөздерді алғаш зерттеушілердің бірі Мұхтар Әуезов. Қазақ әдебиеті тарихы атты 1927 жылы жарық көрген еңбегінде билер айтысы атты арнаулы тақырыппен шешендік сөздерді кейбір түрлеріне мысалдар келтіріп, ауыз әдебиетінде алатын орны мен халықтық сипатқа дәлелді ғылыми тұжырымдама берген болатын. Ауыз әдебиеті мұраларын зерттеп, жинап, ерекше еңбек сіңірген ғалым лингвист Ахмет Байтұрсынов шешендік өнерді жете алып қарастырып, құнды пікірлер білдіреді. Шешен сөз, көсем сөз, дарынды сөз деп 3 топқа бөліп, әрқайсысын қолданыс орнына қарай саясатқа қатысты, сотта сөйлеу, қошемет сөздер және ғалымдардың ғылыми тақырыптағы сөзі, діни уағыз сөздер деп іштей тағы 5 топқа бөліп, әрқайсысына қысқаша түсініктер және тың анықтамалар берген. Мәтін алды тапсырмамыз берілген болатын. Сол тапсырмамызды орындауға кірісейік. Негізгі ойды анықтаймыз.
Бірінші тапсырманың жауабына мән берейік. Бірінші, шешендік өнер ғалымдар назарында. Екінші, қазақ шешендік өнерінің зерттелуі. Үшінші, қазақтар таңғажайып шешен халық. Төртінші, қазіргі кездегі шешендік өнер зерттеушілері. Осылардың ішіндегі үшінші, қазақтар таңғажайып шешен халық деген сөзге мұқият мән берейік достарым. Ал достар, екінші тапсырмамыз академик Ратловтың пікіріне өз көзқарасыңыз тұрғысынан баға беріңіз. Бірінші, мәтінде айтылған ой сізге қалай әсер етті? Екінші, олай ойлауыңыздың себебін түсіндіріңіз. Үшінші, мәтіндегі ойға өз тарапыңыздан қандай түзету енгізер едіңіз? Сіздің жауабыңыз бен біздің жауабымыз дұрыс болды деген ойдамыз. Жауапты қарайық. Маған Радловтың пікірі ерекше әсер етті. Себебі ол біздің халықтың сөз өнеріне таң қалып, сөз қадірін білетін, тілі шұрайлы халық ретінде көрсете білген. Мен өз замандастарымды осындай әндей әуезді, шұрайлы тілімізді құрметтеуге шақырар едім. Бүгінгі сабағымызда кездесетін тыныс белгілеріміз жақша. Жақша жұптасып қолданатын тыныс белгісі. Жақшаның дөңгелек жақша, тік жақша, пішінді жақша, сынық жақша деп аталатын түрлері бар. Олар сөзге немесе сөз тіркесіне немесе сөйлемдерге қосымша мән, мағына жүктеу, белгілі бір ойды анықтау, автордың ой пікірін, көзқарасын аңғарта түсу үшін қолданылады. Жақша ішіндегі сөздің немесе сөйлемнің, яғни ойдың басталған жерінен ашылып, ойдың аяқталған жерінен жабылады. Жақша қай кезде қолданылады, соны қарастырайық. Өзінен бұрынғы сөздің немесе сөз тіркесінің мағынасын айқындау мақсатында қолданылған түсіндірме мәнді қыстырма сөздер жақшаға алынады. Мысалы, таңбалар жеке ұғымдардың тілдік жағынан қарағанда жеке сөздердің тіркес оралымдарын шартты белгілері ғана. Жақша тыныс белгісі мынандай жағдайларда тағы да қолданылады. Сөйлемдегі бір ойды, мағынасын ашып көрсететін немесе оған автордың көзқарасын білдіретін түсіндірме мәнді қыстырма сөйлемдер және сөйлем ортасында келсе де жақшаға алынады. Белгілі сөздерді түсіндіру үшін оның аудармасы, синонимі, екінші бір тілдегі баламасы беріледі де, сол сөз жақшаға алынады. Алынған дәйек сөз, мысалы, кімдік екендігі және қайдан алынғандығын көрсету үшін соңынан жазылған кітаптың аты немесе авторы тағы басқа жақшаға алынады. Егер бір сөйлемнің ішінде әрі қыстырма сөз, әрі түсіндірме мәнді қыстырма сөйлем өзара тіркесіп келетін болса, бұлар түгелдей жақшаға алынады да, қыстырма сөз қыстырма мәнді сөйлемнен өтірмен ажыратылады. Және драмалық шығармалардағы автордың түсініктемелері, кейіпкерлердің мінез құлқын, қимыл әрекет, тағы да басқа білдіретін сөздері өзара жақшаға алынады. Достарым, үшінші тапсырмаға көшсек, қажет болған жағдайда сөйлемде жақшаны қолданып, қойылу себебін түсіндіріңіз. Мәтін берілген, мәтінді мұқият қараймыз, мұқият оқимыз. Мәтіннің ішінде жақша қойылатын жерлер бар. Сол жақшаны қойып, дұрыс жауабын айтамыз. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауапты қарастырайық. Ахмет Байтұрсынов шешендік өнерді жеке алып, қарастырып, құнды пікірлер білдірді.
шешен сөз, көсем сөз, дарынды сөз деп 3 топқа бөліп, әрқайсының қолданыс орнына қарай саясатқа қатысты, сотта сөйлеу, қошемет сөздер, ғалымдардың ғылыми тақырыптағы сөзі, діни уағыз сөздер деп іштей тағы 5-ке бөліп, әрқайсына қысқаша түсініктер, тың анықтамалы берген болатын. Яғни бұл жақта, құрметті достарым, саясатқа қатысты деген жерден бастап жақша ашылып, уағыз сөздер деген жерде жақша жабылады. Яғни бұл сөздер сөйлемдегі бір ойдың мағынасын ашып көрсететін немесе оған автордың көзқарасын білдіретін түсіндірме мәнді қыстырма сөйлемдер болып келеді. Яғни бұл жақшаға алынған сөздер осы қағидаға сәйкес келіп тұр екен. Білімгерлерім, менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар.